Адамдар ертеден бері аспанда ұшуды аңсаған. Қазіргі технологиялардың арқасында бұл армандар да орындалып жатыр. Кейде ұшудың өзі қауіпті болып саналады. Әрине бәрі емес. Олардың бірі ұшаққа байланысты болса, бірі экипаждарға немесе олардың жолаушыларына байланысты. Сәлем достар, бүгін сіздерге сыры ашылмаған әуе апаттары жайлы айтамын. Air France рейс 447. Бұл инцидент 2009 жылы Рио-де-Жанейродан Парижге ұшқан Airbus A330-дың қатысуымен болған. Ұшақ борттағы 228 адаммен Атлант мұхитына құлаған. Құтқару операциясы 5 күн бойы ешқандай нәтиже бермеген, тек ұшақтың бір бөлшегін ғана тапқан. Мұхит астына кеткен ұшақты іздестіру 2 жылға созылған. Іздестіру нәтижелерінен кейін мұздың кристалдары ұшақтың жылдамдығын бәсеңдеткеннен кейін апатқа ұшырады деп есептеген, бірақ бұл ресми түрде белгіленбеген. Ил-1049-ның жоғалып кетуі. Келесі оқиға 1962 жылы 16 наурызда Тынық мұхитының үстімен ұшқан Ил-1049-бен болған. Ил-1049 борттағы 107 адаммен Марианнан Филиппин аралына рейс жасаған. Ұшқаннан 2,5 сағат өткеннен кейін бортпен байланыс үзілген. Ұшақпен іздестірулер жүргізілген. Іздестіру аумағы 144 мың квадрат мильді құраған. Бірақ ешқандай ұшақтың бөлшектері, қалдықтары табылмаған. Борттағы 11 экипаж бен 96 жолаушыны өлді деп есептеген. Танкер командасының айтуы бойынша ұшақ жоғалған жерде белгісіз бір жарылыс болған. Ол осы ұшақ болуы мүмкін деп есептейді. Рейс Egypt Air 990. Лос-Анджелес пен Каир арасындағы рейс жүргізетін Boeing 767 ұшқаннан кейін бірден Атлант мұхитына құлаған болатын. Апат 200 адамды өмірінен айырған. 2 жылдық тәжірибеден кейін апаттың саласы экипаждың ісінен болды деп есептеген. Ұлттық кеңесте жиналған дәлелдердің барлығы, соның ішінде борттағы өздігінен жазылатын аудио сақталған. Аудио жазбаға сүйенсек, командир басқаруды өз қолына алып, Аллаға сенемін деп бірнеше рет қайталаған. Кабинаға қайтып келген екінші ұшқыш одан бәрін доғаруды сұраған, бірақ сонда да рульді итеріп тұра берген. Нәтижесінде МС-990 Нантакет аралына 970 км жерде Атлант мұхитына құлаған. Апат бейтарап судың үстінде болған соң істі Египеттің әуе істері министрлігі өз мойнына алған. Airbus A320. Бұл оқиғада жоғарыда айтылып кеткен оқиғамен сәйкес 2015 жылы 24 наурызда Барселона мен Дюссельдорф арасында рейс жасаған. Бортта 144 жолаушы, 6 ұшақ экипажы болған. Ұшқаннан кейін жарты сағат өткен соң ұшақ бірден төмендеген. 10 минуттан соң Альпі тауының баурайына соғылған. Ұшақ қалдықтарының ішінен өздігінен жазатын аудионы тапқан. Аудио деректерде экипаждың бірі басқаруды өзіне алып, кабинаны жауып тастаған. Бірден төмендеген ұшақтың әсерінен екінші экипаж кабинаға жете алмаған. 26 наурызда пресс-конференцияда француздық зерттеушілер борттың екінші экипажы Андреас Лубиц ұшақты бірден төмендеткенін айтты. Airbus A320 жерорта теңізіндегі апат. Бұл оқиға 2016 жылы 16 мамырда болған. Әуе лайнері Airbus A320 Париж бен Каир арасындағы рейс кезінде жерорта теңізіне құлаған. Борттағы 52 жолаушы және 10 экипаждың барлығы көз жұмған. Апаттан бір күн бұрын борттан ақаулар туралы бірнеше рет сигнал келген. Ұшақ ұшқаннан кейін 3 сағат өткен соң шамамен жерорта теңізінде радиолокатордан жоғалып кеткен. 20 мамыр күні теңізде қалдықтар мен өлі денелер табылған. Ұшақ қалдықтарынан жарылыстың болғаны анықталған, бірақ ресми түрде белгіленбеген. Бүгінге осы. Достар, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және алдағы келе жатқан 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Сіздермен бірге болған ClickFast каналы. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.